Баршаңызға сәлем. Бүгін мен Мұхтар Әуезовтің Көксерек шығармасының қысқаша мазмұнын айтатын боламын. Ал ендеше бастайық. Мұхтар Әуезовтың Көксерек әңгімесі адам мен табиғат арасындағы күрделі байланысты терең бейнелейтін шығарма. Әңгіме қазақ даласындағы қасқырлар тіршілігін суреттеуден басталады. Қыстың суық күндерінің бірінде адамдар қасқырлардың інін тауып алып, оны бұзады. Ін ішіндегі қасқырлар қырылады, ал бір ғана кішкентай бөлтірік тірі қалып, адамдардың қолына түседі. Осы бөлтірікті ауылға алып келіп Көксерек деп атайды. Бастапқыда ол өте әлсіз, қорқақ болады. Ауылдағы иттер оған өш, адамдар да оны жатырқай қарайды. Сол кезде Көксерекке ерекше мейірім танытқан Құрмаш деген бала. Құрмаш жан-жануарларды жақсы көретін, жүрегі таза, мейірімді еді. Ол бөлтірікті аяп, тамақ беріп, оны қорғап жүреді. Көксерек көбіне Құрмаштың қасында болады. Бала оны үйреткісі келеді, бірақ қасқырдың бойындағы табиғи мінез жоғалмайды. Ол иттермен жиі төбелеседі, адамға толық бауыр баспайды. Түнге қарай ұлиды, түзге қарай тартып тұрады. Құрмаш қанша жақсы көрсе де Көксерек оның мейірімін толық сезіне алмайды. Уақыт өте келе Көксерек өсіп, күшейе түседі. Оның бойындағы жыртқыштық қасиет айқын көріне бастайды. Ақыры бір күні ол ауылдан қашып шығып далаға кетеді. Түзде жүріп, басқа қасқырларға қосылады. Осылайша Көксерек қайтадан өз табиғи ортасына орталып, нағыз жыртқышқа айналады. Көксерек бастаған қасқырлар ауыл маңындағы малға шаба бастайды. Ауыл адамдары одан қатты қорқып, оны ұстауға бел буады. Қасқырды қуалау басталады. Осы қуғын кезінде күтпеген жағдай болады. Көксерек пен Құрмаш бетпе-бет кездесіп қалады. Бала қасқырды танығанымен, Көксерек адамды емес, жауын көреді. Сол сәтте ол өз табиғатына бағынып, Құрмашқа шабады. Бұл оқиға үлкен қайғыға әкеледі. Әңгіме қайғылы аяқталады. Автор осы шығарма арқылы адам баласының табиғатқа жасаған зорлығының салдары ауыр болатынын көрсетеді. Жабайы аңды күшпен өзгерту мүмкін емес. Құрмаш адам мейірімінің символы болса, Көксерек табиғаттың еркін, қатыгез заңының бейнесі. Осы оқиға арқылы табиғаттың өзгермейтінін көрсетеді. Менің парақшамда шығармалардың қысқаша мазмұны және де қазақтың ірі тұлғаларының өмірбаяны айтылады. Бүгінге осы. Маған тіркеліп және лайк басып кетіңіздер. Бұл мен үшін өте үлкен қолдау.